Hi everyone, welcome to my channel. My name is umit. Сәлеметсіздер сабақтастар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз жаңа ұғым ағылшын тілінің 6-шы сабағы. Lesson 6. Бірінші сөзіміз болса make. Make жасау. Swedish. Швециялық. Swedish. English. ағылшын. English. American. Американдық. American. Italian. Италиядық немесе италияның. Italian. Volvo. Бұл енді бір машиненің маркасы. Volvo. Purdue. Mercedes. Toyota. Daewoo. Mini. Ford. Fiat. Енді осы сөздерге тоқталайық. Fiat деген енді бұл әйгілі, өздеріңізге белгілі Италияның әйгілі машинесінің маркасы. Fiat, өте күшті машине бұл да. Fiat. Енді Ford Американың осындай Ford компаниясы бар. Солардың машине өндіретін осы Ford компаниясының маркалы машинелері. Соның алдына қарайтын болсаңыз не деп тұрады? Ford деп тұрады. Ford. Mini. Енді mini деген сөз, кішкене деген сөз. Бұл mini маркалы машине кішкентай тұрпатты машине, соны mini дейді. Оның маркасының аты mini. Daewoo. Бұл да машинаның аты Daewoo. Toyota. Өздеріңіз білесіздер, Жапонияның әйгілі машинасы, өте әйгілі машина осы. Бұл жерде қысқа ғана бір әңгіме айта кетейін. Toyota ең алғашында бұл машина компаниясы болудың алдында бұлар киім тігу фабрикасы болған. Енді Toyotаның маркасына қарайтын болсаңыздар, бір жіптің қайткен инені жіпке өткізіп бетіп тіккендегі белгісі. Сол қазір қандай болып тұр? Бір үлкен бір компанияның маркасы болып тұр. Toyota. Mercedes. Бұл енді Германияның ең әйгілі машинасы енді. Өздеріңізді білесіздер, Қазақстанда өте көп. Mercedes. Purdue. Volvo. Italian. Енді Italian деген осы сөзге тоқталатын болсақ, бұл итальяндық немесе италияның немесе итальян тілі дегенді білдіреді. I learn Italian болса, мен итальян тілін қайтып жүрмін, үйреніп жүрмін. Italian car болса, итальянның машинасы. Italian car, итальянның машинасы. Онда оқимыз Italian. American. Бұны не деп айттық бағана? Қазақша енді американдық немесе американың деп аударамыз, немесе American дегенді оқыған кезде American деп оқимыз. Бірінші әрпі болып дыбысталады. American. Енді айтамыз American car. Ford is American car. American. English. I learn English. I love English. I like English. Сондағы English. Енді бұны ағылшын тілі, ағылшынның деп аударуға болады. Бұнда English car, English book деп айтуға болады. Ағылшын машинесі немесе English car, ағылшын кітаптары English books. Swedish car, Swedish book. I learn Swedish.
make, make'тің жасау деген мағынасы бар. Тағы бұның бір мағынасы марка деген мағынасы бар. What make is it десе, бұның маркасы қандай дегенді білдіреді. Сондықтан make жасау және марка деген мағынасы да бар. Make. Онда бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Сабағымыздың мазмұнын қайталап жаттап алуға тырысыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.